Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Азу по-татарски тағамын жасап көрдіңіз бе? Егер де жасамаған болсаңыздар, ауызашарға жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Достар, менің YouTube арнама қосылып, жанындағы қоңырауша белгісін белгілеп қойыңыздар. Бізге қажетті заттар картоп, ет, бір қызанақ, жуа және де тұздалған қияр қажет. Барлығын осылай турап дайындап аламыз. Алдымен қазанымызға сұйық майымызды құйып, картопты екі жанын қызартып қуырып аламыз. Картоптарыңыз қызарып қуырылғаннан кейін бір жуамызды қосып тағы да 5-10 минуттай қуырамыз. Шым-шым аздап тұз себеміз үстіне. 1-2 минут тағы да қуырып аламыз. Одан соң картоптарыңызды бөлек ыдысқа салып аламыз. Дәл осылай қуырып болғаннан кейін, достар, туралған еттерімізді осы таза пакетімізге салып, ұнымызға аунатып аламыз. 3-4 ас қасық ұн қоссаңыздар жеткілікті. Одан соң дәл сол ыдысқа қызып тұрған майымызға етімізді қызартып қуырамыз. Ұнды неге қостыңыздар десеңіздер, суын қосқан кезде соустарыңыз қою әдемі болып піседі. Осылай қуырамыз. Етімізге аздап тұз, одан соң қара бұрыш қосамыз. 10 минуттай қуырып болғаннан кейін тұздалған туралған қиярларымызды үстіне қосып тағы да бір 5 минуттай қуырып аламыз. Енді достар, 2 ас қасық томат пастасын қосып қуырамыз. Осының үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз. Су құйып болғаннан кейін, қайнағаннан кейін аздап етімізді жарты сағаттай бұқтырып аламыз. Жарты сағаттан соң қуырылған картоптарымызды үстінен қосып, астын жай қойып, бетін жауып пісіреміз. Тағамыз мінекей дайын болды. Егер де суы көп болған қаласаңыздар, суды көбірек қоса беріңіздер. Мінекей достар, өте дәмді болып шығады екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер, барлықтарыңыздың қолдарыңыздан келеді. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің YouTube арнама қосылып қойыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет. Ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Баршаңызға ас болсын.